Сәлем балалар, 2 сынып қазақ тілі сабағы сөйлемдегі сөздердің байланыс тақырыбы 57 сабақ. Бүгінгі сабақтан сен сөйлемдегі сөздердің байланысын таба алатын боласың және мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бересің. 26 жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Кірпі мен көртышқан. Ертегі. Бірде кірпі тіміскіленіп далада келе жатса, алдынан ін қазып жатқан көртышқан кезігіпті. Әй, көртышқан, бері келші, әңгімелесейік, дейді кірпі. Ол не әңгіме? Дейді көртышқан таңданып. Кел, екеуміз бірігіп, егін салайық. Сен жер қаз, мен дән егейін. Күзде шыққан егінді теңдей бөліп аламыз, дейді кірпі. Сөйтіп, көртышқан жер қазады. Кірпі әрі, бері аунап жүріп, жерді тегістейді. Оған дән егеді, суғарады. Күн, түн демей еңбек етеді. Күзде егін бітік шығып, дән толы масақтар еліп, жайқалып тұрады. Көртышқан мен кірпі егінді жинап, бөліп алады. Балалар, енді мәтінге байланысты сұрақтарды орындайық. Сұрақтарды толықтырып, оларға жауап бер. Бірінші және екінші сұрақтарды өздерің құрастырыңдар. Бірінші сұрақ. Кірпі көртышқанмен нені әңгімелеседі? Кірпі дән егу туралы және күзде шыққан егіннен екеуі бөлісіп алулары туралы әңгімелеседі. Екінші сұрақ. Жерді кім қазады? Жерді әрине көртышқан қазады. Үшінші сұрақ. Дәннің жақсы өсуіне не себеп болады? Дәннің жақсы өсіп шығуына жерді тегістеуі, жақсы қазуы және оны күнде суғарып тұруы дәннің жақсы өсуіне себеп болады. Төртінші сұрақ. Қалай ойлайсың? Оған судың пайдасы тиді ме? Әрине, судың көмегімен дән толы масақтар иіліп, жайқалып тұрды. 27 жаттығу. Жұмбақты қатесіз көшіріп жаз, шешуін тап. Құйсаң шығар гүл өсіп, қатады қыста сіресіп. Балалар, бұл жұмбақтың шешуі су. Енді осы жұмбаққа байланысты тапсырмаларды орындайық. Сөйлемдегі сөздердің байланысын тап. Құйсаң шығар гүл өсіп сөйлемінде құйсаң не істейді? Құйсаң шығады. Не істесең шығады? Құйсаң шығады сөздермен байланысып тұр. Не өсіп? Гүл өсіп. Гүл не істейді? Гүл өседі сөзімен байланысады. Келесі сөйлем. Қатады қыста сіресіп. Қатады қашан? Қатады қыста. Қатады қалай? Сіресіп. Не істейді сіресіп? Қатады сіресіп. Сөздермен байланысады. 28 жаттығу. Дұрыс құрастырылмаған мәтінді қайта құрастырып жаз. Ал сусыз 3 дүкенге ғана шыдайды. Шөлге ең төзімді түйенің өзі сусыз 8 тәулікке ғана шыдайды. Тамақ жемеген адам 1 айға дейін шыдай алады. Деген сөйлемдер екен. Балалар, енді осы сөйлемдер мағынасына қарай әр сөйлемді өз орнына қойып мәтін құрастырамыз. Демек, тамақ жемеген адам 1 айға дейін шыдай алады. Ал сусыз 3 күнге ғана шыдайды. Шөлге ең төзімді түйенің өзі сусыз 8 тәулікке ғана шыдайды. Шығармашылық үзіліс. 29 жаттығу.
әр қатардағы қайталанып отырған әріптерді сызып тастасаң, су туралы мақалды оқисың. Демек, балалар, әр қатардағы қайталанып отырған әріптердің барлығын сызыптаймыз. Мысал үшін, бірінші қатардан 2 Ж әрпі сызылады, 2 И әрпі сызылады, 2 Т әрпі сызылады. Демек, бірінші қатардан су сөзі қалады. Ал екінші қатардан 2 К, 2 Ö және тағы да бір К әріптері сызылады. Демек, екінші қатардан дің буыны шығады. Осылай әрі қарай әр қатардағы 2 және 3 рет қайталанып келген әріптердің барлығын сызып тастаймыз. Бізде судың да сұрауы бар мақалы шығады. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басыңдар және каналға тіркеліп алыңдар.